بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله رب العالمين أصلي صلاة وسلاما على الحبيب الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كل مدق مقتау әлемдердің Раббысы, мейірімді, рақымды, жоқтан бар етуші, ең ұлы нығмет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның үмметінен мұсылман еткен Раббымызға сансыз мадақтар болсын. Сүйікті елші, тура жолға бастаушы, бүкіл момын мұсылманның жүрегінен орын тепкен ардақты пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға, о кісіге игілікте елескен барша сахабаларға, сіздерге, біздерге, момын мұсылмандардың баршасына Алланың есендігі, амандығы, берекеті болсын. Алла тағалана қасиетті Саййидул айям хаджул масакин, күндердің ең сұлтаны болған, күн шыққан күндердің ішіндегі ең абзалы деп аталған, міскіндердің қажылығы деп аталған қасиетті жұма күні құтты берекелі болсын. Мынау өткен жұма мен осы жұманың ортасында бақилық болған ағайын туыстарымызды Алла рахымына бөлесін. Баршамызды Алла тағала келесі жұмаға аман есен жеткізсін, өзінің рахымына бөленген құлдардың қатарынан қылсын. Енді мінекей көзді ашып жұмғанша қиямет жақындағанда білесіздер, уақыттың ешқандай берекеті болмайды. Таң қалай атса, кеш солай батып жатқан уақытқа келдік. Кеше ғана жазбен қоштасып жатқан сияқты едік, бүгін міне жаз қайтадан келіп жатыр. Мынау жаз біреулердің шаруаларына, кәсіптеріне ыңғайлы болса, кейбір біреулер үшін бұл айлар өте ауыр айлар болады. Кімдер үшін? Көзін зинадан сақтайтын адамдар үшін. Қоғам, әлем қазір ең белшесіне батып жатқан ең ауыр дерт бұл зинақорлық деген дерт. Әлемде мұсылман елі болсын, мұсылман емес ел болсын, барлығының жолығып жатқан үлкен сынағы мен фитнасы бұл зинақорлық деген ауру. Білесіздер, я? Зинақорлық қоғамды жайлаған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадистерінде келеді, Алла тағала ол қауымды жазалау үшін оба дертімен жіберіп, жаңағы ауыртпашылыққа түсіреді дейді. Оба ауруымен зина көбейген кезде, және риба дейді ғой, өсімқорлық көбейген кезде жердің бетінде сондай аурулар көбейіп кетеді дейді. Міне соның барлығы біздің көз алдымызда болып жатыр. Болып жатқан нәрсенің барлығы өздігінен болып жатқан жоқ, бұның барлығы. Осындай үлкен дерттердің себебінен болып жатыр. Раббымыз Алла тағала қасиетті Құран кәрімде айтады: "Уаллазина ла ядауна мааллахи илахан ахар". Мұсылмандарды сипаттаған кезде айтады, олар сондай мұсылмандар дейді. Аллаға не істемейді? Серік қоспайды. Алла мен өзге құдайды қатар алып жүрмейді дейді. Және "Вала яқтулуна нафсаллати харрамаллах илля бил хаққи", және Алланың ардақты қылып жаратқан адамзатты дейді, яғни адамдарды өзінің арасында еш себепсіз өлтірмейді дейді момын мұсылмандар. Адам өлтіру деген нәрседен аулақ болады дейді. Аяттың жалғасында айтады: "Вала язнун" дейді. Момын мұсылмандар, Алламен кездесетіндігіне сенетін адамдар ла язнун, зинақорлық жасамайды дейді Алла тағала. Аяттың жалғасында "Ва ма яфал залика ялқа асама" дейді. Ал кім осы айтылған нәрселерді жасайтын болса дейді. Үш нәрсені айтты Алла тағала. Серік қосу бұл ең апат, өте үлкен. Мыналар ойнамай қалады оның қасында. Қалған күнәлар серік қосудың қасында ойнамай қалады. Үлкен апат бұл серік қосу. Одан кейін не дейді? Адам өлтіру. Одан кейін зина жасау. Бұл ең үлкен ауыр. Осы біреуінің қайсысын істесе дейді, ялқа асама, міндетті түрде ол үлкен апатқа жолығады дейді Алла тағала айтады. Сондықтан бұл Алланың қаһарына алып бара жататын, Алланың ызасына, ашуына алып баратын ең ауыр, шариғатта харам етілген күнә. Енді қараңыздар. Бұл зинақорлық екіге бөлінеді өзі ішінде. Хақиқи, мәжази деп бөлінеді зинақорлық. Зинақорлық деген түсініп отырсыздар ғой, не нәрсе екен, иә? Қазір түсіндіріп беремін иншалла. Хақиқи, мәжази деген. Хақиқи деген кәдімгі шынайы зинақорлық деген. Бұл некесіз ер мен әйелдің бір-бірінің мүшелерінің байланысуы, бұл хақиқи зина болып есептеледі. Төсекте арсыздықпен былғануы деп айтады қазақта оны. Мәжази зина деген бар. Мәжази зина бұл тіл, жоқ, көз бірінші. Көз, тіл, құлақ, қолдың зинасы деп аталады екен. Енді қараңыздар. Хақиқи зина өздігінен орын алмайды. Мына
мәжази жанама зина орын алмаса дейді. Түсінікті ғой? Мына төртеуі орын алмаса, мынау орын алмайды дейді. Қалай? Ең бірінші ғалымдарымыз келтірген нәрсе бұл көз дейді. Зинаның ең алғашқы апаратын жолы бұл көз екен. Бәрі неден басталады? Қараудан басталады. Қарағаннан кейін ол жүрекке түсіп кетеді дейді, көрдіңіз ба? Демек, зина бұл жүректің ауруы, бұл төменгі жақтың ауруы емес бұл. Зина бұл жүректің ауруы. Пайғамбар сам қазір оқиғасын келтірем. Көз кетеді бірінші, көз кеткеннен кейін не кетеді дейді? Сөз кетеді дейді, тіл зинасы. Сөз кеткеннен кейін қол кетеді дейді. Қол деген не ол? Қол зинасы деген хат жазу, SMS жазу бар ғой. Кездесесің ба? Не жерге келеміз ба? Осы жерде кездесек, мен гостиницаны дайындап жатырмын. Осының барлығы не болады? Осының барлығы қол зинасы деп аталады. Көрдіңіз ба? А құлақ деген не ол? Құлақ деген ол екеуінің сен біліп отырсың сөйлесіп отқан, зинаға бір-бірін тартып отқан. Соны тыңдап отырсың, ешқандай қайтармастан сіз де құлақ зинасын алған болып есептелесіз. Көрдіңіз ба? Міне осы жанама зина айналып әкеліп неге апарады дейді? Хақиқи зинаға апарады дейді. Ең соңында екеуінің харам етілген нәрселер бір-біріне кіруімен бітеді дейді оқиға. Көрдіңіз ба? Ең басы неден басталды? Қараудан басталды. Демек, кім кімге қарайды? Ашыққа қарайсың ғой, жабыққа қалай қарайсың сен? Ашыққа қарайсың ғой. Қазақ күшті өлеңді айтады. Ашық қыз көшеде өскен жеміссің дейді. Көрінген қолын созып ала алатын дейді. Міне әкелер, қаншама ағалар отыр мына жерде. Әркім өзінің отбасына, әйеліне, қарындастарына, қыздарына ие болу керек. Қоғамға қызыңды ашып берме, әйеліңді ашып берме. Әйеліңнің әтір сеуіп шыққанына разы болма көшеге. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қандай да бір әйел үйінен өзге ерлерді тарату мақсатымен әтір сеуіп шығатын болса, зинақорлық жасаған әйелмен тең болады деген хадисі бар имам Тирмизиде. Көрдіңіз ба? Қасыңыздан бір өтіп иісімен сізді баурап алатын болса, онда ол неге апарады ақыры? Оның да ақыры зинаға апарады екен. Шариғат, Алла тағала, мен істейін деп атқан жоқпын ғой деген бір күшті сөз бар. Не істейін деп атқан жоқпыз ғой дейді, қарасақ не? Істемей қой, біреу істе деп атыр ма? Істемей қой. Неден басталады? Ой кетуден басталады. Көрдіңіз ба? Шариғат ла тақрабу зина. Зинаға жақындама деп айтып қойған, істеме деп айтпаған Алла тағала Құранда. Зинаны істеме деп айтпаған. Жақындама деген алғашқы қадамдарды жасама деген. Көзге ие бол, тіліңе ие бол. Ол біреудің қызы, ол біреудің әйелі деген нәрсені ішіңе сақтап ал. Зина бұл қарыз дейді. Білесіздер ғой, қарыз деген не ол? Міндетті түрде сенің отбасыңнан біреуге қайту мүмкін болатын нәрсе дейді. Сондықтан, міне, жанама зина айналып барып хақиқи зинаға апарады екен. Ең басы көзден басталады. Мына көз қарай бергеннен кейін адамның нұрын да алып тастайды екен, ше? Анас ибн Малик деген сахабаны білесіздер? Осман ибн Аффан деген халифа болып тұрған кезде әділетті 4 халифаның 3-ші. Соның заманында үлкен Мәдинада жиналыс жасайды Осман радиаллаху анху. Сонда жолда Анас ибн Малик келе жатады да, жиналысқа шақырылған ғой, енді үлкен ғалым сахаба ғой. Келе жатса, базардың ішімен өтіп келе жатып, бір әйелдің етегі көтеріліп кетеді базардың ішінде алдында жел тұрған кезде. Ананың біраз жерін көріп қояды Анас ибн Малик, ше? Бірақ үсті дірілдеп кетеді, бір түрлі болып қалады да. Жиналысқа барып отырады, сөйлемейді Анас ибн Малик. Бір түрлі қалтырап отыр жаңағыдай болып, түрі кетіп қалған. Сонда Осман радиаллаху анху, "Ей Анас, не болды саған? Кешегі нұрыңды бүгін жүзіңнен көре алмай тұрмын ғой" деп айтады дейді. Біліп қойғанда ананың бірдеңеге қарап қойған. Көрдіңіз бе? Қарай беру бұл адамның жүзіндегі нұрды алып тастайды дейді. Әйелдің әурет жеріне қарай беру. Сондықтан мынау Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде де келеді ғой. Имам Суютидің кітаптарында келеді ау деймін, ұмытпасам. Бір жігіт алаң жалап деп мына жақтағы өткен қызға бір қарап, мына жақтарына бір қарап. Сөйтіп келе жатса, забор бар мынадай тұрған, қабырғаға соқты дейді, қырына. Мұрын бет қылып жіберген дейді ананы, ше? Сөйтіп мұрны қараған Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанына барады, Алланың елшісі дейді. Осылай келе жатыр едім дейді, былай ұрып алдым дейді да. Жақсы болыпты. Қарап келе жатсың ғой сен жерге. Әркімнің әуретіне қарап келе жатқан ғой жаңа жігіт. Алла тағала қайта осы дүниеде беріп қойды жазаңды деп айтты дейді. Көрдіңіз ба? Жан-жағыңа қарай берме. Машинамен соғысып жатқандардың көбісі сондай болып отыр ға.
жан-жағыңа қарай берме, жазаңды алып алғаныңа шүкір дейді, ана алып қоймай ар жаққа қарай. Мұрның жазылады деп жатыр ғой Құдай қаласа. Бірақ көзіңе ие бол деп жатыр. Міне сол зина деген нәрсе қазір өршіп тұрған ең ауыр нәрселердің бірі болып тұр. Мына бір нәрсені білу керек. Өзі әр нәрсенің тарихы бар ғой. Дұрыс па? Әр күнәнің тарихы бар. Адам өлтірудің тарихын білеміз, Қабыл мен Абыл. Көре алмаушылықтың тарихын білеміз, Қабыл мен Абыл. Енді зинақорлықтың да тарихы бар, кім жер бетінде бірінші істеді деген. Исраилат хабарларда келеді, зинақорлықты ең жер бетінде бірінші істеген сол бейшара Қабылдың, вообще Қабыл оңбай кеткен екен ғой өзі. Соның балалары істеген екен. Қабыл өзінің бауыры Абылды өлтірген, білесіздер ғой, құрбанды Қабыл болмай қалған кезінде. Сол Қабылдың балалары, Қабыл бауыры Абылды өлтіргеннен кейін жазықтық далаға қарай қашып кетеді. Сөйтіп қашып кетеді, сол жерде көбейеді өзінің отбасымен. Бірақ Қабылдың ұрпақтарынан шыққан қыздар бар ғой, өте сымбатты болған екен, әдемі. Мына жақта Абылдың балалары бар ғой енді. Абылдың балалары қалып қойды, бұлар тау жақта мекен еткен дейді. Тау жақта мекен еткен, бірақ жігіттері сондай иықты сымбатты екен жа жігіттері. Сол жерде Шис деген пайғамбар болған дейді. Шис өзінің қауымын әрдайым жамандықтан тыйып отырады екен, бірақ күндердің бір күнінде мына таудағы Абылдың балаларының біреу қой бағып жүрсе, кешкісінгі уақыттарда ана Қабылдың балалары өмір сүріп жатқан жазықтыққа қарай кетіп қалған екен. Жүре берген ғой қой бағып. Бір кезде мизмарлардың дауысы шықты дейді. Мизмар деген сыбызғы. Деп сыбызғының дауысы шығып тұр дейді. Дауыс шыққан жаққа қарай бүйтіп құлағын теріп желмен бара берді. Барса қыздар менен ұлдар ойын сауық құрып жатыр екен, билеп ше. Ана қыздарды көреді, мынау сол жерде құлайды жаңа қойшы бала. Өйткені өзінің қауымдағы қыздардың сымбаты онша болмаған дейді. Мына тау халқының. Мыналарды көреді, дереу қойды айдап апарады да еліне барып айтады ғой, сұмдық қыздарды көрдім дейді. Мына жақта билеп атқан керемет қыздар. Ойбай, кешкісін барайық онда. Ауылдың жігіттерінің барлығы кешкісін жиналып барса, бұлар сол көңіл көтеру кешін істеп жатыр екен жаңа сыбызғымен. Билеп не? Сол жерде мына жақтың иықты дәу сымбатты жігіттерін мына жақтың қыздары көрген кезде бір-біріне ойлары кетті дейді ғой. Сөйтті, сол жерде сөздері кетті дейді бір-біріне. Сөйтіп ақыр соңында істері кетті дейді. Таңға дейін ең алғаш рет, тұңғыш рет жер бетінде Қабылдың қыздары менен Абылдың ұлдары осылай не істеген дейді. Жер бетінде тұңғыш зинақорлықты жасаған дейді хабарларда Исраиль. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл үлкен нәрсе. Бұлар егерде бармағанда алғашқы қадамды жасап, ол нәрсе болмайды еді жер бетінде. Бұлар барды, алғашқы қадамдарын жасады. Сөйтті де сол нәрсеге түсті ақырында. Кейін бір хабарлар еді, Алла Тағала сол қауымға оба дертімен өлтірген дейді, жазалап жаңа зина жасағандарды. Енді Алла Тағала сақтасын. Бұл жаңағы зина десе бізде кім? Юсуф алейхиссалам еске түсіп кетеді ғой. Көрдіңіздер ме? Юсуф алейхиссаламның қиссасында білесіздер, барынша қашты ғой. Ана Зылихадан барынша қашты. Соңында Алла Тағала кеш болса да ақтап алып шықты Юсуф алейхиссаламды. Қараңыздар. Алламен кім шыншыл болса, Алла оны ақтап алып шығады дейді ғалымдарымыз айтады. Алла оны міндетті түрде ақтап алып шығады дейді. Осы жердегі қиссада мына Юсуф алейхиссаламның сымбаттылығы ғой енді, әдемілігі, сымбаттылығы әдейі айтып қойып жатыр мына жерде бір оқиғаны айту үшін. Юсуф алейхиссалам жер бетінде немен сыналған демек? Зинамен сыналған кісі. Зинадан қашты ма? Ер мен әйел жалғыз қалып қойды ғой. Қашты ғой. Раббым ассижру ахаббу илайя деді. Одан да түрмеге отыра салайыншы деді, мынаумен ойнастық істегенше. Ақыры түрмеге отырды 9 жылға дейін. Сонда қараңыздар. Сол Юсуф алейхиссаламның қиссасында жалғыз қалып қойған кезде Раббымнан қорқам деп қашқан Юсуф алейхиссаламның оқиғасы бүкіл әлемдегі үмметке не болды? Ғибрат болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оны бізге былай деп айтты. Кімде кім мансапты, сымбатты сұлу әйелмен жалғыз қалып қойған кезде дейді, ол әйел оны неге шақырса? Зинаға, ойнастыққа шақырса, мен әлемдердің Раббысынан қорқамын деп қашқан кісі қиямет күні Алланың аршысының көлеңкесінде болады деп айтты дейді. Адамдардың барлығы қиналып жатқан кезінде, өздерінің терілеріне өздері батып жатқан кезде 7 топ адам бар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ешқандай зиян көрмейтін солардың біреуі мансапты, сымбатты сұлу әйел жалғыз қалған кезде дейді. Қарасаңшы, ойнастыққа шақырған кезде мен Алладан қорқамын деп қашқан ер кісі Алланың аршысының көлеңкесінде болады дейді.
Құдай тағала ол нәрсемен сынамай қойсын. Бұл нәрсемен Құдай бізді сынамай қойсын. Бұл еркек емес, әйелге де қатысты бұл. Мансапты, сымбатты еркек өзінің секретаршысын немесе қол астындағы қызметкерді зинаға шақырса, бөлмесін жауып алып, ана қыз да сол жерден қорқып қашса, жұмысынан шықпайды ондай жұмыста. Содан қашса, не болады? Алланың аршысының көлеңкесінде тіріледі дейді. Хадис екеуіне де ортақ айтылған, әйелге де еркекке де. Сондықтан Алла тағала амандық берсін. Бұл қоғамды жайлаған дерттің барлығынан Алла біздерді сақтасын. Сол Юсуф алейхиссаламның не қойып қойдық осылай, Ато ибн Ясар деген Мәдинада өте үлкен фақих, мұхаддис, ғалым болған. Сол бір күні өзінің Сулейман деген бауыры бар, қасында қызметшілері бар, қажылыққа кетіп бара жатқан кезде жолда Абуа деген ауылға келеді. Абуа деген Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям анасы қайтыс болған жер. Сол Абуа ауылына келген кезде бауырлар айтады, ағатай, біз барып базардан анау жолға азық алып келейік, сіз үйде бола беріңіз дейді. Жақсы, бара беріңдер дейді. Бір шатырдың ішіне кіреді, орналасқан жерлер ғой, енді қазіргі күні қонақ үй деп айта берейікші. Сөйтеді, бұл намазын бастап атса деп бір әйел келіп тұр дейді, бетін жапқан. Сөйтіп бұл намазын бастайды, тез бітіріп, артына қараса, әйел бетін ашып жіберді дейді, былай. Бетін ашты, бір кезде орамалын шешіп жатыр дейді әйел. Сонда Ато ибн Ясар өкіріп жылап жіберді. «Ей, не істеп жатсың сен шешініп? Ей!» деп өкіріп жылайды, жаңағы кісі бар ғой. Сонда әйел айтады дейді ғой, ауылдағылармен болатын болсам, мені танып қояды дейді, зинақор деп айыптайды дейді. Сендер жолаушысыңдар ғой, бір көңілімді қандырғым келіп жатыр дейді, жаңағы қыз бала келіп тұр екен. Иттақилла деп айтады, Алладан қорық, тақ орамалыңды деп айтады, тақ орамалыңды басыңа, қорық Алладан деп, мынау деген көзіне жас алып, Раббым бұл фитнадан сақта деп ойбайлап жылайды дейді. Жаңа Ато бар ғой, бақырып жылап атқанын сөйтіп, жаңа сырттан кімдер келсе, бауырлары, ағасы жылап жатыр, қараса ана әйел де жылап тұр, орамалын тағып үлгерген. Бауырлар келеді, бұлар да жылайды. Қызметшілер қасына зат алып жатқан, бұлар да келеді, бұлар да жылайды. Бірақ білмейді неге жылап жатқан. Бәрі жылап жатыр, бірақ ешкім сұрап жатқан жоқ. Сонымен жылап бітті, ана қыз да шығып кетті дейді, бетін жауып қайтадан. Сонымен жұмбақ болып қалды дейді ғой. Қажылыққа бардық дейді. Бұны айтып жатқан өзінің інісі Сулейман деген жігіт, оқиғаны айтып жатқан. Қажылыққа бардық, қажылығымызды өтедік, кейін ағам екеуміз Мысырға бір ілім талап болып бардық дейді. Мысырға барған кезімізде түнде ұйықтап жатыр едік. Бір кезде ағам қайтадан өксіп жылап оянды дейді, өксіп отыр дейді. Ұйқымнан атып тұрдым, ағатай, не болып жатыр өзі, сен жылайсың, себебін айтпайсың. Сүлеймен дейді, мен саған бір оқиғаны айтам дейді, бірақ мен өлгенге дейін ешкімге айтпа. Мен өлгеннен кейін айта бер бірақ дейді. Өйткені ана әйел жазаланып қалмасын ертең дейді. Сөйтеді, өткендегі Абуада болған оқиға былай дейді. Осылай дейді. Енді бүгін мен ұйықтап жатқандағы түсімді қара дейді. Ұйықтап жатқан кезде Юсуф алейхиссалам жаңағы Зылиха өткізеді ғой, білесіздер ғой, үлкен ненің үстінен. Орындықпен столдың үстінен өткізеді былай асханадағы. Қазіргі мода содан шыққан ғой негізі. Қыздарды өткізетін адамдардың алдынан. Қолдарын әйелдер толара жібереді ғой. Сұлулығынан Юсуф алейхиссалам. Мынау да сөйтіп қарап тұрып, жаңағы Ато ибн Ясар түсінде Юсуф пайғамбар өтіп баратыр, жанынан әйелдердің қолдарын турайтындай сымбатыңыз бар екен деп айтқан ғой. Не деген Құдайдан берген мынау сұлулық деп Юсуф пайғамбарға айтса, «Ей, Ато» деп айтады дейді. «Ато, сен маған таңғалып жатсың ба?» деп айтады дейді. «Біз сенің тақуалығыңа мына жақта біз таңғалып жатырмыз» деп айтады дейді. «Мен қайта пайғамбар болып аман қалдым ғой» дейді. «Сен қарапайым мұсылман болып қалай ана фитнадан аман қалдың? Біз соған таңғалып жатырмыз» деп айтады дейді. «Жақында саған келетін сүйінші хабарды күте бер» деп айтты дейді. Содан жылап оянып кеткен екен мынау. Міне осындай оқиға болды деп інісіне айтып беріп жатыр Сулейман ибн Ясар деген кісіге. Сондықтан мынау адам сақталса, қашса зинадан, Раббысынан келетін өте үлкен не бар екен? Сүйінші хабар бар екен. Бұған тағы да дәлел бар, қисса көп қой өзі. Әл-Кифл деген білесіздер ме кісіні? Әл-Кифл деген кісі болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям имам Термизиде Ибн Хиббанда келген хадисінде айтады, сахих хадис. Сендерден бұрынғы Бәни Исраил қауымында Әл-Кифл деген кісі болған дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям.
Енді күнә істеген кезде оған ешкім жете алмаған дейді. Қалаған қызын ақшаға сатып алады, қалаған нәрсесін ішеді, қалаған нәрсесін шегеді, қалаған ойына қандай күнә келеді, ақшасы болғаннан кейін бәрін істей береді дейді. Көрдіңіз ба? Ақшаның көптігі кейбір адамдар үшін зиян ғой. Кейбір адамдар осы қанша істесек те мен байымаймын деп айтады ғой. Сол кейбір адамдар үшін байымай қойған жақсы негізі. Бір ғалым айтқандай, егер қалтаңа ақша түскен кезде ойыңа бірден арам ой келетін болса дейді, онда саған байлық берілмей қойған қайырлы дейді. Көрдіңіз ба? Сонда жаңағы әл-кифіл қалай болса солай күнә істеп жүріп, бір күні жолдың бойында бір аппетит ашылады да, сонымен бір қызды көреді ғой. Анау енді бір сымбаты тасыған қыз екен, соған келеді де, қалай бұлай 60 динарға дейді да. Мен де сол үшін шығып тұрмын ғой дейді, жаңағы қыз айтады. Енді сондай сымбатты қыз екен, сол үшін шығып тұрмын ғой дейді. Бірақ іші қаламай тұрды, ана қыздың жылап-сықтап тұр да, бірақ жасырып тұр дейді. Сөйтіп екеуі келісті, үйге алып келді дейді, әл-кифіл. Үйге алып келді де, енді қане шешін деп айтады. Ана қыз жылайды дейді еңкілді. Не, мен сені мәжбүрлеп әкеп тұрмын ба дейді, өзің келістің ғой 60 динарға. Неге жылап тұрсың енді десе, мен бұрын соңды бұндай іспен айналыспап едім дейді. Менің анам да айналысқан жоқ дейді. Менің әжелерім де, аталарым да онымен айналыспаған дейді. Бірақ мен ақшаға қатты мұқтаж болып тұрмын дейді. Көрдіңіз ба? Қызды не құртады? Қызды жоқшылық құртады дейді. Ұлды тоқшылық құртады дейді, қазақ айтады. Көрдіңіз ба? Көшеде арын сатып жүрген қыздар, бар болғаннан сатып жүрме арыларын, әркімнің астында езіліп атқан қыздар, ақшаға езіліп атқан қыздар, бар болғандықтан сатып атыр ма арыларын? Жоқ, таршылықтан істеп атыр олар. Көрдіңіз ба? Ол қыздар сол дүниеге келген кезде, әкесі қуанып, анасы 9 ай толғатып, өмірге әкелген кезде, әркімнің астында езілу үшін әкелді ма ол қызды? Бүкіл бабаларымен, туысқандарымен қосылып той жасап, қызы дүниеге келген кезде, сол әркімнің астында езілсін деп, әркімнің астында, өгіздердің астында қалсын деп той жасады ма? Жоқ. Бірақ ол қыздар сондай нәрсеге түсіп кетті, өмірде бір кішкентай сынақ келіп еді, өздерін тастап қоя салды. Сөйтті де сол жеңіл жолда таңдап кетті. Олардың іштері баста қалаған жоқ оны, бірақ кейін ол өздерінің әдеттегі жұмыс сияқты болып кетті дейді. Сол сияқты мына қызда сондай оқиғамен келіп тұр ғой. Сонда әл-кифіл қорқып кетті дейді ғой. Бұрын соңды істемеген болсаң, мен де сені бұзбай қояйын деп, әл-кифіл сол жерде жылады дейді. Алла, мынау ақшамен не істеп жатырмын мен деп ше? Не істеп жатырмын мен мына ақшамен? Алла бұдан былай уаллахи деп айтады. Уаллахи деген қасам, яғни ант ішіп жатыр. Алла, сенің атыңмен ант етейін, бұдан былай енді күнә істемеспін дейді анау ше. Әл-кифіл деген кісі айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ана қыз сол жерде ақшасын алды, 60 динар саған садақа деп айтты дейді әл-кифіл. Сөйтіп сол жерде әл-кифіл тәубе қылды дейді. Қыз үйден шығып кетті, әл-кифілдің жаны шығып кетті дейді. Азанда таңертең адамдар әл-кифілдің есігінің алдынан өтіп бара жатқан кезде Алла Тағала әл-кифілді кешірді және оны жәннатқа кіргізді деген есігінің алдында жазу тұр дейді ол. Бұл хадис кәдімгі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның аузынан шыққан хадис. Алла Тағала әл-кифілді кешірді және жәннатқа кіргізді деп жазылып тұр дейді. Көрдіңіз ба? Алла Тағала адамдарға сол жазуды көзіне көрсетті. Енді не істеді деген сұрақ келеді. Не істеді десек, Аллаға күнә зина жасамайын деп ант берді дейді. Әрбір еркек, хадистің астындағы шархында айтады ғалымдарымыз, әрбір еркек және әйел Аллаға серт ойнастық істемеуге дейді. Және сол сертінде бекем тұрса, Алланың әл-кифілге берген сыйлығы дайын дейді оған. Және мынау бұл жердегі шынайылығы садақаны да беріп үлгерген дейді жаңағы. 60 динар саған садақа деп те айтып жіберген ғой. Сол садақа менен Аллаға серті әл-кифілді жәннатқа кіргізді дейді. Сондықтан Алла Тағала зина деген бәледен баршамызды сақтасын. Қоғамдағы үлкен нәрсе, жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір әйел келіп айтады дейді ғой. Алланың елшісі, мен қарасаңшы не деген арлы әйелдер, субханалла. Сахаба әйел ғой, Алланың елшісі, мен кейде не істейді екен жаңағы. Кетіп бара жатып, есінен там тоқ қалатындар бар ғой, есін жоғалтып қоятындар. Не деп айтады?
Эпилепсия ма? Сондай бір аурумен ауырады екен жаңағы әйел кісі, сахаба әйел. Алланың есі, мен кез келген жерде өзім қаламаған күйде құлап қалам дейді, талып қалам дейді. Сонда әуретім ашылып қалады дейді. Алланың есі, маған дұға қылшы, мен сол аурудан айығайыншы деп айтады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, сен сол ауруыңмен қала беретін болсаң, Алла жәннатты саған уәде етіп жатыр дейді. Ана қараңыз. Алла тағала сол ауруыңмен қала беретін, мен шипа тілеймін, проблема жоқ. Бірақ жәннатқа баруыңа бармауыңа мен кепіл емеспін дейді. Сонда ана әйел айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Алланың елшісі, олай болатын болса маған шипа тілеме, жәннат абзал маған дейді. Бірақ құлаған кезде әуреті ашылып қалмасыншы деп дұға қылшы деп айтады дейді. Ана қарасаңшы. Қандай міне әйел. Әурет не, басқа не, наоборот, қаншама адам хабарласады. Қызының орамалымен арпалысып жүрген әкелері, қызының намазымен арпалысып жүрген шешелер. Не деген нәрсе ол? Мұсылман елінде тұрып, ата бабаң мұсылман болып тұрып, осындай нәрсеге дейін барып жатқан сондай үйлер, отбасылар бар екен. Не бір түрлі нелер бар ғой енді, тағдырлар нелер. Сол жаңағы айттым ғой сөздің басында, бұл зина жүректің ауруы деп. Жүрекке түсіп кетсе бұл жаман екен. Жүрекке адам оны түсіріп алса, көз арқылы түсіріп алса егер, онда оны істемей тыныштық таппайды екен ана адам бар ғой. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына бір жігіт келеді. Алланың елшісі, мен міне исламды қабылдап жатырмын. Бірақ сендер что-то зинаны харам деп жатсыңдар дейді. Зина ойнастық болмайды дейді. Мен деген осы уақытқа дейін айналысып келе жатқан нәрсем бұл дейді. Қыздарды сындырам, астыма салып аламын дейді. Кез келген адамды не қылам? Астыма салып аламын дейді. Мен бұны жақсы көрем дейді, әркіммен жатқанды ше. Алланың елшісі, мен бәрін істейін дейді. Бірақ осыған рұқсат берші маған дейді. Зинаға. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, пәленше, сен осы істеп жатқан ісіңді анаңа қалайсың ба дейді өзіңнің? Жоқ дейді. Анаңның өзге біреулерге арын сатып жатқанын қалайсың ба, төсекте езіліп жатқан көз алдыңда? Жоқ дейді. Абдуғаппар ұстаздың бір күшті несінде айтады ғой, жесір әйелге барса сауап екен деп марқұм. Ертең сенің әкең өледі дейді. Есігің алдына жазып қой дейді. Кел, сауап алып кетіңдер деп дейді. Көрдіңіз ба? Жесір әйел болмақ түгіл, еш нәрсе, бөтен әйелдің барлығы харам, некесіз болған. Қандай әйел болса да ол. Сонда жаңағы жігітке айтты дейді Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалам, өзіңнің қарындасыңа қалайсың ба деп айтады. Жоқ. Әйеліңе ше? Жоқ. Әпкеңе ше? Жоқ деп. Ананың тұла бойы дірілдеп кетті дейді жаңағы жігіттің. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, адамдар да сондай өздерінің жақындарына оны қаламайды деп айтты дейді. Кім қалайды өзінің қызына сол нәрсені? Біреу қалай ма? Жоқ, қаламайды. Бірақ бір жігіттердің барып атқан бір қыздары, ол біреудің мәпелеп өсірген қызы. Біреудің әйеліне барып жүргендер бар дейді. Не бір түрін естейсің қоғамда өмір сүріп атқаннан кейін. Алла сақтасын. Сондықтан оның барлығы мен қатырдым деп жүрген шығар, қатырдым деп. Қатырған ештеңең де жоқ. Әл жазау мен жинсил амал дейді. Не істесең, сонымен өзің жазаланбайынша өмірден өтпейсің деген қағида бар шариғатта. Не нәрсе істеп, жақсылық істеп жүрсең, иншалла жақсылығың сен өліп кетсең де алдыңнан шығар. Біреулерді қопарып жүрген болсаң, қопарыласың сен де бір күні. Біреулерді зинамен алдап арбауыңа түсіп, крючогыңа іліп жүрген болсаң қармағыңа, оны да істейді ертең саған иншалла. Сондықтан бұл нәрседен өте сақ болу керек адам. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, қиямет жақындаған кезде жер бетінде ілім көтеріле береді дейді. Ілім көтеріледі деген сөзі, кітаптардың бәрі көтеріліп кетпейді. Кітаптар тұр орында. Осы кітаптарды ашатын, халықты туралыққа бастайтын адамдар азайып кетеді жер бетінде. Қиямет жақындағанда, бұл сол келіп жатыр ғой, көріп жатсыздар ғой. Жердің бетінде ғалым қалмай бара жатыр ғой. Әр ай сайын бір ғалым дүниеден өтіп жатыр ше. Жайлап надандықтың заманы басталып келе жатыр. Сол кезде дейді, ілім кеткен кезде жердің бетін надандық басады дейді. Және зина адамдардың көз алдында анық көрініс таба береді дейді. Ана қараңыздар. Адамдар зинаны көріп тұрады дейді, істеп жатқан көріп тұр.
Зина деген міндетті түрде жаңағы бір-бірінің қосылуы емес қой. Көз алдыңда сүйісіп отқан некесіз ер мен қыз, ол да зина ғой ол. Көз алдыңда қыз бен жігіт сүйісіп жатыр, өтіп бара жатсың үндемей. Тым болмаса жүрегіңмен жек көре алмасаң, иманнан түк қалмаған дейді сенде. Тым болмас көшедегі әдеттегі нәрсе сияқты да қыз бен жігіттің. Жоқ, жүрекпен жек көр дейді. Бұл иманның ең соңғы дәрежесі дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қолыңмен қайтара алмадың, жақсы. Тіліңмен тыя алмадың. Енді жүрегіңмен жек көр дейді. Жүрегіңмен де жек көре алмай. Нормально, взрослые люди деп қойып. 21-ші ғасыр бола береді скамейкеде. Деп өте берсең, сенің жүрегіңде иманның и деген әріпте қалмаған дейді. Көрдіңіз бе? Ол да зина. Сонда қараңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сол зина кең етек алады дейді адамдарда, кең етек алып кетеді. Тіпті адамдар қиямет жақындағанда, ей, не істеп отырсыңдар деп айта алмай қалады дейді ғой, айта алмай қалады дейді. Біліп тұрсың, ана жолдас баланың қарындасы да көріп тұрсың, айта алмайсың бірақ. Өйткені ол кәдімгідей әдеттегі нәрсеге айналып қалған. Сол кезде қияметті күте бер дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Айта алмайсың ба, қияметті күте бер. Тіпті ең тақуа бар ғой, ең тақуа дейді сол замандағы дейді. Тым болмаса көрінбейтін жерге барып істемедіңдер ма деп айтады дейді. Істемей қойсайшы деп айта алмайды дейді ғой. Тым болмаса көрінбейтін жерге барып істемедіңдер ма деп айтады дейді. Ең тақуа қараңыз ал. Істеме деп айту қалды болды уже. Сонда дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, жердің бетінде әйелдер көбейіп кетеді дейді сол қиямет жақындағанда. Және әрбір ерге 50 әйелден келеді. Міне сол кезде қиямет орнайды деп айтты дейді. Ал статистиканы қараңыздар, бір күнде туылып жатқан Қазақстандағы сәбилердің 70-80% қыз бала дүниеге келіп жатқан. Яғни бұл бүлік алыс емес бұл әлі. Бұл бүлік міне біздің көз алдымызда болып жатқан нәрсе. Құдай тағала біздің сұрағымыз қалай болатынын білмеймін Алланың алдында. Алла тағала сақтасын, бұл бүлік көбейген кезде, адамдар бір-бірін қайтармаған кезде бар ғой, бұдан зинадан Алланың алапаты келеді дейді. Алланың үлкен алапаты азабы келеді. Бірақ сол кезде мұсылмандар бірінші болып өледі дейді. Ана істеп жатқандар емес, мұсылмандар бірінші болып өледі. Білесіздер ма? Алла тағала бір қауымды азаптайтын кезде бірінші сол жердегі ізгі кетсіздерді қараңдар деп айтады екен. Сонда періштелер, Раббымыз ол жерде саған құлшылық қылып жатқан адамдар бар деп айтады. Міне соларды бірінші өлтіріңдерші деп айтады дейді Алла тағала. Неге Раббымыз десе, олар өздері білген, өзгелерге айтпайтындар ғой деп айтады дейді. Өзім не қылсам болды, өзім әйтеуір жәннатқа кіріп кетсем болды. Болмайды ондай эгоизм. Сонда қараңыздар, мынау Индонезияны білесіздер, 2000 нешінші жылы ұмытып қалдым, 2004 жылы болды ма, 5 жылы болды ма? Үлкен цунами болды әлемде, Индонезияда. 2005 қоя, 2005-те. Үлкен жаңағы арабтың ғалымы барып, вертолетпен түсіріп жүріп видеоны көрген шығарсыздар барлықтарыңыз. Сонда Құдай тағаланың азабы ғой, қарасаңызшы. Неге бұның арты, неге деп зерттеп келсе, сол тұратын Индонезиядағы қалада зина істемейтін адам кемде кем болып қалған дейді. Турист қала екен да ана. Келген шетелдіктердің барлығы тек сол нәрсеге келеді екен жаңағы. Массажы бар, басқасы бар, бәлесі бар деп сол жерге барады екен да. Сонда қарасаңызшы, әкелері жұмаға кеткен кезде дейді, қыздары $100, $200 істеп үлгереді дейді. Екі ортаны пайдаланып, бір сағаттың ішінде. Барып жатып үлгеріп келеді екен да аналардың. Алланың азабы келді, теңіздің астынан от шығарған ғой Алла ше. Теңіздің астындағы вулкан атылған ше. Қараңыздар, мұхит, Индонезия өзі үнді менен Тынық мұхитының ортасында орналасқан. Сол теңіздің астындағы вулканмен қаланы шайды ғой, күйдіріп өлтірген ғой. Мәйіттерді көрсеңіздер, қолын ұстаған кезде қолы жұлынып қалып жатыр мәйіттердің. Суға батып өлмеген, күйдіріліп өлген, кейін сумен өлген толқынмен. Сонда бір бала ғана аман қалды, және мешіт қана аман қалды қаладағы. Көріңіздер, ютубқа жазып бар, мен өтірік айтып жатыр десеңіздер. Мешіт қана тұр, қалада жоқ, небір зданиялар жоқ болып кеткен. Сонда мешіттің ішінде бір ғана бала аман қалған ғой, субханалла. Ана баладан жаңа ғалым барып сұрап отыр, сен қалай аман қалдың дейді, мынаның бәрі бұлтқа қырып қалып жатқан кезде. Десе, ана бала бар ғой, дәрет алудың үлгісі деген бар ғой, мынадай бірінші қолды ауыз шаясын, қол жуасын деген суретпен көрсетілген дәрет алатын, үйрететін қағазды мешіттің сыртындағы жарға жабыстырып жүр екен, дәретханасына неге ескертіп жүр екен да, дәретті осылай алады деді. Көрдіңіз бе?
дәретті ескертіп жүрген адам аман қалды да қалған бәрі қырып кетті дейді ғой. Ескертушілер ғана аман қалады, және қалғандарын істеп кетеді дейді. Болмаса мұсылманның қаласы анау кәдімгідей. Барлығын жоққа шығады. Міне Алла тағаланың азабы келетін болса қарамайды. Сен зина істеп жатыр екенсің, сен істемей жатыр екенсің. Ескертпегендік үшін бүкіл бірге қауымдалып кетеді Алла тағаланың азабы. Және ол түсетін уақыт айтып келмейді. Көбіне таң сәріде барады азаптардың көбі. Адамдар шырт ұйқыда жатқан кезде. Міне Алла тағаланың бұл дерттің сондай ауыртпашылығы адамның жүрегіне түсіріп қойса, бұл жаман ауру болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, мен миғражға көтерілген кезде дейді, бір адамдардың, ерлердің қасынан өттім дейді. Бір топ адамдар отыр, дастарханда отыр екен дейді. Шіріп кеткен, мынадай не бар ғой, қалдық, мусор тамақтар жеп отыр, шіріп кеткен тамақтар, мусордағы. Соны бір аппетитпен жеп отыр дейді аналар. Артында әсем бір балауса тамақтар тұр дейді. Кәдімгі таза свежий тамақтар тұр да. Одан жемейді дейді анау. Мына жаққа қарап алған тек мынадан алмайды дейді, ауырып отыр дейді. Ей Жабраил, бұлар кімдер деп сұрадым дейді. Ей Мұхаммед, сенің үмметіңнен дейді, некесі бола тұра дейді, некесі тәтті мынау тамағы бола тұра, өзге әйелдермен ойнастық істейтіндер деп айтты дейді. Қиямет күні осындай жазамен жазаланады дейді. Сөйтіп бір топ әйелдердің жанынан өттік дейді. Төстерімен асылып тұр дейді нелерде. Әйелдер төстерімен асылып тұр. Сонда сұрадым, ей Жабраил, бұлар кімдер? Ей Мұхаммед, сенің үмметіңнен болған зинақор әйелдер деп айтты дейді. Және өзгеден болған баласын өзінің күйеуіне телейтін әйелдер деп айтты дейді. Қиямет күні азабы, апаты зинақорлардың осыны. Тіпті кейбір хабарларда айтады, кішкентай мына шыны сияқты ыдыстың ішіне Алла тағала азаптайды дейді. Астынан отты жағып қойды. Аналар үстіне шыққысы келеді дейді. Төбесінен тозақтың періштелері қайттан тастайды дейді отқа қарай. Міне бұлар зинақорлар дейді. Сонда сол кезде жаңағы тозақтың оты ғой енді. Соның ішінде ана еркектер қатты шөлдеген кезде әйелдің астындағы зәр шығатын жерінен аққан нені ішеді дейді. Жаман суды. Ана әйелдер еркектің зәр шығатын жерінен аққан нәрсені ішеді дейді. Екеуі бір-бірінікін ішеді дейді. Міне зинақорлар осылай азапталады деп айтты дейді. Алла тағала біздерді, отбасыларымызды бұл зина деген бәледен сақтасын. Мынау қыз баланы барынша жаз басталды. Еркектер шынымен еркек болатын болса, өзіміздің қызымызға, әйелімізге жайлап ескертіп, дұға қылып, тақаж түрде тұрып, олардың әурет жерлерін жабуына әрекет жасауымыз керек. Қоғамды бүліктен сақтауға кішкентай болса да үлесімізді қосуымыз керек. Мынау сахабалардан қалған үлкен сөз бар. Зинақорлықтан сақ болыңдар, бұлардың дүниеде жолығатын 3 апаты бар дейді. Алланың алдында жолығатын 3 апаты бар дейді, сахабалар айтады. Дүниедегі жолығатын ең үлкен апаты, ең біріншісі дейді, бұлардың ризық несібесі кем болып қалады дейді. Зинақорлық істейтін адамның ризық несібесі кем болады дейді. Яғни ризық несібесі кем болады деген сөз, жаңағыдай тамақ келмей қалады деген сөз емес ең. Күректеп табады дейді. Күректеп бар ғой, ақшаны ешқандай берекет болмай қалады дейді үйінде. Не қызы бағынбайды, не ұлы бағынбайды, әйелі вообще оны упор көрмейді тана. Бір еркектің сұлбасындағы біреу жүр үйде. Ешқайсысы бағынбайды дейді. Алла отбасынан берекетті алып тастайды, зинамен шұғылданып жүргендігі үшін дейді. Бұл біріншісі дейді сахабалар. Екіншісі, зинақор адамдардың жолығатын дүниедегі бүкіл жақсылықтан әрдайым қорғалып жүреді дейді адамдар. Оған беріледі, яғни бір ізгілік істегісі келеді да, бірақ зина істейтіндігі себепті сол ізгілік бұған нәсіп болмай қала береді дейді қайта-қайта. Түсінікті ғой бұл? Намаз оқиын десе де кешіктіріп тұрады, ана зина бар ғой. Қойшы, мен неге барып жүрмін, сондықтан намазға әлі таза емеспін деген сияқты. Өз-өзін не істеп тұрады, кешіктіріп тұрады дейді. Үшіншісі дейді, бұл адамдардың жүрегінде зина жасайтын адам саған ештеңе істеген жоқ ол. Саған ештеңе істеген жоқ. Бірақ Алла зина жасайтын адамдарды, зина жасамайтын адамдардың көзінде жек көрініш қылып қойып қояды дейді. Ана, ұнатпай тұрасың анаңша, бір суқаның сүймей тұрады ғой бір. Сондай сүйкімсіз қылып қояды дейді адамдардың ішінде зинақорлар. Бұл дүниедегі азабы дейді. Ақыреттегі 3 азабы дейді, сахабалар айтады. Ең біріншісі, Раббысы олған ашуланған күйде тіріледі дейді. Зинақорлар Раббысы ашуланған күйде тіріледі дейді. Екіншісі дейді,
Есебі өте ауыр болатын адамдар бұлар зинақорлар деп айтады дейді. Алланың алдында ана әрбір қыздың хақысы кетті ғой. Соның бәрін хақысын береді деген жерде тұр. Үшіншісі дейді, егер тәубе етіп үлгере алмаған болса, ол бір батырылып алынады деп айтады дейді тозаққа. Сондықтан мынау Құдай тағала баршамызды сақтасын. Тіпті мынау қарттардың өзі кейбір кезде бір қаланы айтпай қойын, бірақ бір бауырымыз айтады, пенсия алған кезде біздің кейбір қарттарымыз бірден сол неге барады дейді, саунаға, жас қыздарға барады дейді. Бір нәрсені білу керек. Қарт әдем болып қартаю керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қиямет күні Алла тағала зина жасаушы қартпен есептеспейді деген хадисі бар. Оған көңіл де аудармайды дейді Алла тағала. Кәдімгідей ең ауыр адамдардың бірі солар болады дейді қиямет күні. Алла тағала сақтасын. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, ең бәленің басы, даудың басы дайрабайдың көксүйірі дегендей қазақта, даудың басы, бәленің басы көзден басталады екен ғой, көзден. Сондықтан Раббымыз біздің көзден кетіп қалатынымызды біліп, Алла Құран кәрімде «Құл лил муъминина яғудду мин абсарихим» дейді. Момын мұсылмандарға айт, көздеріне ие болсын дейді Алла тағала айтады. «Ва яхфазу фуружахум», және мынау ие болсын дейді, астындағы мүшелеріне ие болсын дейді, момын мұсылмандарға айт дейді. «Залика азкалахум» дейді. Көз бен астына ие болса, азкалахум, өздері үшін жақсырақ, жүрегі таза, тынышырақ сол нәрсе болады дейді. Көрдіңіз бе? Ана жүрекке түсіп кетеді ғой өйткені. Сонда инналлаха хабирун бима яснаун, Алла тағала сендердің олардың не істеп жатқанының барлығынан хабардар дейді. Жаңа жүрек демекші, бағанағы жігіттің оқиғасында пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты ғой, қарындасыңа қалайсың ба деген кезде. Сонда жоқ деп жылаған кезінде жаңа жігіттің көкірегіне, жүрегіне қолын қояды пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Хадисті ұмытып кеттім жалғастыруды. Жүрегіне қолын қойып, Раббым мына жігіттің жүрегін тазала деп айтады дейді. Ана қарасаңызшы, зинаның орны қаяқ екен? Жүрек екен. Ана жігіт зинақорлықты сүйетін, төсекті жақсы көретін еркек болып кірді дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанына. 5 минуттың ішінде жер бетіндегі ең зинаны жек көретін адам болып шықты дейді. Алла тағала сақтасын баршамызды зинадан. Алла тағала мынау пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде айтқандай, кімде кім ерніне, екі тілдің ортасындағы, тілге, яғни және екі бұтының ортасындағы ие болса, мен оған жәннатқа кіруге кепілдікке тұрам дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Осы нәрседе, осы екеуімен болады ғой бәлең бәрі. Екі ерінің ортасын Құдай тағала қаптап тастаса да шығып кетіп жатыр сыртына. 32 қарауыл, оның сыртын 2 үлкен қарауылмен қаптаған, зып-зып етіп шығып кетіп бәрін бүлдіріп жатыр. Алла тағала сақтасын баршамызды жамандықтан, осындай дүниенің фитнасынан біздерді, ұрпақтарымызды Алла сақтасын. Қасиетті жұма баршамызға берекелі құтты болсын. Алла тағала бүкіл дүниедегі мұсылмандарды, Алла дүниедегі адамзатты ойнастықтан, зинадан Алла өзің сақта. Ойнастықтан, зинадан келетін перзенттердің Алла тағала жетімдіктерінен Алла өзің сақта. Я Раббым Алла, жер бетін жақсылыққа, ізгілікке толтырып, жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтаратын момын мұсылмандардан қыл. Алла өзіңнің айтпай келетін апаттарынан сақта. Елдің ішін даудан сыртын Раббым өзің жаудан сақтағайсың. Алла тағала мына Ақтөбе халқына, мына мешітке басып келіп отқан барша жамағаттың қадамдарына өзің берекетің жаудырғайсың. Көкіректерінде қандай тілектер, армандар, ниеттер болса, Раббым артығымен жетулеріне өзің нәсіп ет. Ақырымызды қайырлы қыл, баршамызды өзің разы болатын амалдарды жасап, өзіңмен разы болған күйде қауышуды нәсіп ете көр. Салаватуллахи ва саламуху алейхи ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Алхамдулиллахи раббил алемин. Бирахматика я архамар.